Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер? Бүгін біз сіздерменен, яғни антиплагиат дегеніміз не, плагиат дегеніміз не, онымен қалай жұмыс жүргізуге болады, және ондағы қандай заңдылықтар бар, заң алдында қандай жауапкершілікке тартылады деген сияқты плагиатпен жұмыс жасаудың жаңағы жолдарымен таныс боласыздар. Жалпы бүгінгі сабағымыздың негізгі мақсаты осы, және ғылыми зерттеу жұмыстарында дерек көздерін дұрыс пайдалану, оларды зерттеу жұмысында дұрыс пайдалану керек, және жаңалықтың негізгі ретін зерделеуге түсіну сол біздің міндетімізге айналып отыр. Бүгінгі компьютерлік заманда өздеріңіз білесіздер, барлығы ашық, дерек көздері ашық болғандықтан плагиатпенен оны жұмыс жасау әрине кез келген адам үшін ол ең бір оңай жолы болып табылады. Сондықтан да мынау ғылыми зерттеу жұмыстарыңызда өздеріңіз білесіздер, біздің айтқанымыз бар. Біз сізге дейінгі жасалған жұмыстар, сізге дейінгі жасалған ғылыми зерттеу жұмыстарының да негізгі ретін әрине біз референттеуден бастаймыз. Әйтсе де осы референттеу кезінде цитирование деген бар, яғни дәйек сөздерді дұрыс қолдану, дәйек сөздердің ретін беру деген бар. Әйтсе де осы жағдайда, яғни плагиатты дұрыс түсінбеу, яғни латын тілінде плагиат дегеніміздің өзі ұрлық, ұрлау деген, яғни басқа автордың әдеби немесе ғылыми туындысын иемденіп кету, шығарма үзінділерін өз еңбегінде автор етіп көрсете білуді біз плагиат деп атаймыз. Яғни бөтен адамдардың, бөтен немесе басқа бір ғылыми зерттеушілердің түпнұсқасын, мысалы түпнұсқасын жаңағы өз атына жариялап, өзінің ізін жасыру үшін мысалы түрлі амал жағдайларды қолданып жатады. Сондықтан да сіздер мәтінге өзгерістерді енгізу барысында, басқа сөздермен алмастыру барысында плагиатты дәлелдеу оңайға түспей жатады. Сол себептен де егер иемденіп, тексеріп, еңбекті пайдаланған жағдайда автордың құқығы әрине бұзылады, ол заң алдында белгілі бір жауаптарға тартылып жатады. Авторлық құқық мүмкін сіздер өздеріңіз біле жүргендеріңіз абзал. Авторлық құқық мүмкін құқықтың заңнаманы немесе патенттің заңнамасын бұзу болсын, тиісті сапада жаңа заңды жауапкершілікке әкеп соқтыруы ықтимал. Басқа жағынан қараған кезде мынау плагиаттың салдарынан жиі болып жатады. Сондықтан да іргелі ғылыми пәндердің өзінде де осындай зерттеулер, осындай плагиаттық жағдайларда кездесіп жататыны абзал. Яғни осы плагиатты жаңағындай ұрлаудың былайша айтқан кезде қалай дұрыс плагиатқа өтудің жолы, яғни бөтен шығарманы, заңнаманы мынандай бұзу жағдайында неге мән беру керек деген нәрсеге жаңағындай жауап берген абзал деп мен ойлаймын.